Assalamu alaikum құрметті достар. Biz bugün SolidWorks programmasının listовой материал bölümüne байланысты алғашқы сабағымызды бастайтын боламыз. Biz бүгінгі сабақта қандай да бір детальді сызу арқылы шит металл бөлімінің кейбір функцияларымен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Сіздерде жұмыс бастамас бұрын осы панельдер бөлімінде листовой материал бөлімі бар ма, жоқ па, соны анықтап көріп аласыздар. Егер де осындай листовой материал, яғни шит металл болмайтын болса, кез келген панельдің үстіне алып келіп, мышканың, яғни тышқаның оң жағын басатын боласыздар. Бұл жерде біз алғашқы ұяшықтан панельдер тізімі көрсетілген. Бұл жерден қажетсіз, қажет емес деп санайтын кейбір функцияларды өшіріп қойсаңыздар болады, я болмаса қосып қойсаңыздар болады. Бізде шит металл материал қосамыз. Қосылды. Шит металл бар бізде. Енді біз жұмысты бастаймыз. Осы үш жазықтың кез келген біреуін таңдап аламыз. Топ-плейн бөліміне өттік. Скетч бөлімін таңдадық. Таңдағаннан кейін эскиз бөліміне өтіп, төрт бұрышты таңдайтын боламыз. Яғни квадратты сызамыз. Квадратты сыздық. Мына жерде бізде өлшем 500 мм. Ені 400 мм дейді. Окей деп бастық. Біткеннен кейін бізде features бөліміне өтсек болады. Бұл жерде біз көрсетілмеген шит металлға кіреміз. Шит металлға өтіп, баз фленш бөлімін таңдаймыз. Бұл жерде бізде материал көрсетілген. Материалдың бізде қалыңдығы 0,75 мм деп көрсетілген. Бұны сіз өзіңізге қажетті өлшемді жазсаңыз болады. Мүмкін сіздің листіңіз 3 мм дейсіз. 2 мм болса, 2 мм жазасыз деген сияқты. Бізде стандарт материал бізде әдетте 1 мм деп жазайын. 0,75 мм болады көбінесе. Окей деп бастым. Бұл жерде айта кететін нәрсе, екі өлшем көрсетілген бізде. Екі өлшем көрсетілген, аны өшірейін сіздерге. Бізде екі өлшем көрсетілген. Мына жерде екі функция көрсетілген. Біріншісі, қараңыздар, сызықтың үстіне қарай кері бағытта, бағытын ауыстыру бойынша. Екіншісі, сызықтың тура ортасынан, қақ ортасынан жоғары қарай, яғни мына өлшемнің дәл ортасы. Яғни 0,5 мм жоғары, 0,5 мм төмен деген сөз. Ал келесі өлшемдер бұл материалдар базасы. Сіз материалдар базасын енгізгенсіз ба, жоқ па? Соған байланысты. Бұны біз келесі сабақтарда түсіндіретін боламыз. Бүгінгі сабақта біз осымен бастаймыз. Симметрия бөлімін алып тастайық, жоғары қарай көтерейік. Окей деп таңдадым. Қарасаңыздар, бізде материал сызылды бар. Ендігі кезекте біз метр фленш бөлімін жұмыс жасап танысамыз. Ол үшін мынау қырынан қандай да бір кез келген жазықтың қырынан таңдаймыз, эскиз бөлімін басамыз. Эскиз бөлімін басқаннан кейін жақындатып алып келіп, лайн, яғни түзу сызық таңдаймыз. Қараңыздар, міне. Сіздерге түсіндіру мақсатында қандай да бір өлшемді қолданбайық. Мына жаза салайын, жарайды. Мысалы, мына жерге мен 25 мм деп жаздым. Мына жаққа да 25 мм деп енгіздім. Енді қараңыздар. Біттік. Шит металл бөліміне өтіп, метр фленш бөлімін таңдаймыз. Қарасаңыздар, міне сызықтың сыртына қарай келді. Біз ішіне қарай жылжыту үшін не істейміз? Мына үш бөлімінің біреуін таңдайтын боламыз. Қараңыздар, міне үш бөлімді қолданамыз. Мысалы, мына жерде мен жазамын. Мына жерде радиус бізде көрсетілген. Радиус әдетте бізде 1 мм. Я болмаса сізде листогиб материалдың, листогиб станоктың басындағы жүзінің радиусы қанша миллиметр? Соған байланысты болады бұл. Сіз егер радиусы 3 мм десеңіз, 3 мм қолдансаңыз болады. 2 мм десеңіз, 2 мм.
Ya болмаса 1 мм десеңіз 1 мм қолдансаңыз болады. Яғни сіздің материалыңыздың мына бұрышының қандай радиуста болғанын қаласаңыз, солай енгізетін боласыз. Енді мына жақта үш өлшемімізде көрсетілген, біз біріншісін таңдайық. Болмаса екіншісін. Мысалы қараңыздар, мына жерде мен материалдың ұзындығын 200 мм деп жазған едім, 500 мм деп. Мынау енгізетін болсақ, 500 мм-ден көп болып шығады. 500 мм, міне 500 мм, яғни сызықпен бірдей болып тұр. Енді келесі өлшемді біз, келесі функцияны біз көру үшін келесі қадамға өтетін боламыз. Ол үшін айландырып алып келіп, төрт бұрышын айландырып шығамыз. Төрт бұрын таңдап. Не бізде айландырдық, қарасаңыздар. Енді клавиатураның ұзын бөлімін басып, үстінен қарайтын боламыз. Мына жерде бізде 1 мм өлшем көрсетілген. 1 мм дегеніміз мына екі деталдың арасы, яғни иілген деталдың арасы. Мысалы 5 мм деп жазатын болсам, қараңыздар 5 мм алшақтарды арасы барлығы дерлік. Енді мына жерге 3 мм деп, 2 мм деп жазсам 2 мм. Әдетте қарасаңыздар, мына жерде деформация, иілу барысында қандай да бір деформацияға ұшырайды біздің деталь. Қараңыздар, деформацияға ұшырайды. Бұның барлығы бізде ескеретін жайт. Сондықтан мына жерде деформацияның, бір-біріне деформацияның әсері келесіне итеріп, я болмаса қандай да бір өлшемді өзгертіп кетпеуге назар аудару керек. Мысалы, мына мүмкіндігінше сіздер жақын болғанын жасайсыздар, 1 мм. Енді бұл бастау және аяқтау аралықтары. Бұл бізге қатты маңызды емес, 5 мм деп жазайық. Міне қараңыз, басталған жерінікі. Енді аяқталған бөлімінікін 5 мм деп істейтін болсақ, міне қараңыздар. Осылай бізде өлшем өзгереді. Бұның барлығы бізге керек емес, 0 мм. 0 мм қолданамыз. Бітті. Ендігі кезекте біз окей батырмасын басатын боламыз. Енді қараңыздар. Осы тұрған өлшемде бізде қателіктер болатын болса, өлшемінен қателік болатын болса, мысалы мынаны өзгертсеңіз болады. Сызықтың үстін, деталдың үстін бір басасыз. Мына жерде бізде өлшемдер көрсетіледі. Я болмаса мынаны үстін бір бассаңыз, бағана енгізген өлшемдеріміз. Бұның барлығын біз өзгерте аламыз. Қашан? Мына жақта features бөлімінде бар. 3D мынау бөлім қосылып тұратын болса, сіз өзгерте аласыз. Өлшемдердің үстін бір басасыз. 350 мм деп жазайын. Осылай өзгерте аласыз. Егер бұл қосылмай тұратын болса, сізде ешқандай размер, ешқандай өлшемді өзгерте алмайтын боласыз. Енді қараңыздар, бұл жерде жалпы шит металл бөлімі, яғни бұрыштар бөлімі. Бұрыштар әдетте өте қатты маңызға ие. Мысалы, бағанағы ию барысында қандай да бір деформация әсерінен, мынаны игенде деформация сәл қисаятын болса, мынаған әсер етуі мүмкін. Сондықтан осы бөлімді сіздерге сілтемені қалдырам. Осы жерден анықтап көріп, осы жерден анықтап түсіне бастаңыздар болады. Міне қараңыздар, мына жерде деформацияның суреті көрсетілген. Яғни осылай деформация болады. Екінші жағынан деформация болғанда бірін-бірі итеріп, сіздің дизайныңызға кері әсерін беруі мүмкін. Бізде міне қараңыздар. Сондықтан мына жерде ең деформация көбірек болатын бөлім, яғни штамп, я болмаса біздің престің иілген бөлімін қалай жоғалтамыз сол жайында. Барлығын таңдадық міне жерде, міне. Бізде осы арқылы аралықты ашып, мына жерде 5 түрлі көрсетілген, рельефтің 5 түрлі көрсетілген, яғни бостықтарды қалдыру. Қайсысы сізге ыңғайлы, соны қолдансаңыз болады. Қызметі біреу, барлығы деформацияның әсерін жоғалту. Сіз осы бесеуінің қайсысы сізге ыңғайлы болады, соны таңдасаңыз болады мына жерде міне.
Сіз өзіңіздің дизайныңыздың ыңғайыңызға қарай, я болмаса өндірістік ықтималдығыңызға қарай өзгертсеңіз болады. Міне. Осылай біз өлшемді аштық. Осылай қалдырдық деп қараңыздар. Бұның барлығын бізде нақты қалай істеу керек, қандай функциялар бар, қандай қызметтер бар, осы сілтемеден анық түсіндірілген. Жалпақ тілмен түсіндіргенде қызметін сіздер түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді қараңыздар, бізде Flutter басатын болсақ, қазір қараңыздар, міне жазық сызбасы бізде пайда болды. Жазық сызбасы пайда болды. Мына жақта міне көрсетілген. Енді осы жиынтық сызбасын көру үшін екінші рет басамыз. Тура осылай жазық сызбасын көрдік. Енді осыны біз лазер станогына беру керек. Бұл үшін не істейміз? Сызықтың үстін бір басамыз. Басқаннан кейін мышканың оң жағын басып, мына жақта export to DXF деген, я болмаса DVG форматында жіберуге болады. Лазер станоктар екі форматта да оқиды, DXF, я болмаса DVG форматында. Біз таңдадық. Мына жерде бізде мен атын жазамыз. Сабақ 2 деп жаздым. DXF форматы, DVG форматы, я болмаса басқа форматтардан сақтасаңыз болады. Мен DXF форматына сақтадым. Окей деп басам. Басқаннан кейін бізде мына жерде 3 түрлі параметр көрсетіледі. 3 түрлі терезе. Біз өндірістік форматта болғандықтан бізде sheet metal таңдаймыз. Sheet metal таңдадық. Бұл жерде мынаның қызметтерін жеке-жеке түсіну үшін мен сіздерге окей басып аяқтап көрсетейік. Қара терезе ашылады. Міне қараңыздар. Сондай бізде сызық пайда болды. Міне бізде қалдырған бөліктер тұр. Енді бұны біз кесіп шыққаннан кейін бұл жұмыс жасауға қиындық тудырады. Өйткені бізде иілудің иім сызықтарының қай жерден иію керек деген көріністер көрсетілмеген. Сондықтан бұны біз иілу сызығын белгілейміз. Bend lines таңдаймыз. Таңдағаннан кейін окей деп басады. Енді қараңыздар, бізде иілу сызықтары көрсетілген. Иілу сызықтары көрсетілген бізге. Жақындамай жатыр. Қараңыздар, міне иілу сызықтары бізге көрсетілген. Міне. Бұл сызық тым ұсақ, яғни кесіп жіберуге мүмкіндігі бар. Сондықтан мынаны қоссаңыздар болады. Окей деп таңдаймыз. Мына қараңыздар, ана сызыққа қарағанда бұл ірі, яғни алыс сызылған. Бұның бәрін лазермен бір жолда салып кетуге болады. Осылай сақтаймыз. Окей деп белгілейміз. Міне бізде сызығымыз сақталды. Мына жақта тұр, сабақ 2. Міне бізде үздік сызықтар берілген. DXF форматында өндірісте істей беруге дайын тұрған сызба. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін.